Құрметті сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар, естеріңізге сала кетейік, 2020 жылдың 31 желтоқсанынан бастап тауарларға ілеспе жүк құжаттарын ресімдеу бойынша пилоттық жоба іске қосылады. Тауарларға ілеспе жүк құжаттары бұл тауарға ілеспе құжат. Ол электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда ресімделеді. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар үшін Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен тауарлардың экспорты мен импорты кезінде тауарларға ілеспе жүк құжаттарын ресімдеу қажет. Маңызды сәт. Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен шекараны кесіп өткенге дейін тауарларға ілеспе жүк құжаттарын ресімдеу қажет. Тауарларға ілеспе жүк құжаттары артықшылықтарының бірі бұл автомобиль өткізу пункттерінде құжаттарды сканерлеу қажеттілігінің болмауы. Бұл Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен шекарадан өту процесін жеделдетеді. Пилоттық жоба 2021 жылғы 1 наурыздан бастап тауарларға ілеспе жүк құжаттарын міндетті енгізуге жұмсақ көшу үшін жүргізілуде. Пилоттық жобаны жүргізу кезінде әкімшілік жауапкершілік шаралары қолданылмайтынына назар аударамыз. Пилоттық жобаны жүргізу кезеңінде салық төлеушілер тауарларға ілеспе жүк құжаттарымен жұмыс істеуге бейімделе алады. Өзінің есептік жүйелерін және сатып алушылармен және жеткізушілермен өзара іс-қимыл жасай алады. Тауарларға ілеспе жүк құжаттарын ресімдеу үшін не қажет? Біріншісі, халыққа қызмет көрсету орталықтарынан электронды цифрлы қолтаңбаны алу. Екіншісі, электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінде тіркелу. Үшіншісі, электронды цифрлы қолтаңба көмегімен электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесін пайдалану туралы келісімге қол қою. Электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінде тіркеу және жұмыс істеу тегін жүзеге асырылады. Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен сауда шеңберінде Қазақстан Республикасының барлық экспорттаушылары мен Қазақстан Республикасының импорттаушыларын пилоттық жобаға қатысуға дайындалуға шақырамыз. Сондай-ақ пилоттық жоба акцизделетін тауарларды өткізу және өткізу кезінде дүниежүзілік сауда ұйымының алып қою тізбесіндегі тауарларды және электрондық шот-фактуралар виртуалды қойма модулі арқылы жазып берілетін тауарларды өткізу кезінде тауарларға ілеспе жүк құжаттарын ресімдеуді көздейді. Барлық сұрақтар бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті колл орталығына мына телефондар арқылы хабарласуға болады: 1414 немесе 8701 707 1411 немесе телеграм-канал СНТ Импорт Экспорт.